Жақсы деп қанемдіп жауабын алады. Күндердің күні жақындап жауап беретін күн жақындаған кезде жауабын таппай қояды ғой. Кітапханаларға барады, неше түрлі зиялы қауымдар бар, білгіштер бар, барлығынан сұрайды, ешқандай жауабын таппағаннан кейін жаңағы уәзір бір түннің ішінде атына мінеді. Елдің алдында мен осы 3 сұрақтың жауабын білмей қара бетті өлгеннен гөрі одан мен қашып айдалаға барып аштан өлгенім жақсы деп ол атына мінеді, қашып кетеді. Содан аты да шаршайды, өзі де шаршайды, бір жерге келіп тоқтап атын жіберіп өзі жерге жатып демалып жатқан кезде айдалада бір қойшы қой бағып келе жатқан жаңағы керемет бір баптаулы сәйгүлікті көреді, қасына келіп жақындайды да бұл тегін адам емес қой деп жақындаса ер тоқымы да қымбат. Содан келеді де бұл расында да жай адам емес екен деп қасына келсе қымбат камзолмен, қымбат киіммен ұйықтап жатқан адамды көреді. Сонда қойшы таңғалады ғой, келіп ана кісіні тұрғызады. Я жолаушы қайдан келе жатсың сен деп сұрайды, жаңағы ұйқысын ашып алып тұрады. Енді сен мынандай қымбат сәйгүл мініп алғансың, киімің де қымбат. Сен енді бұл айдалада, далада ұйықтағаннан гөрі сен кез келген бір шаңыраққа барып есігін қақсаң, сен төріне орын беріп, Құдай қонақ етіп күтіп шығарып салады ғой. Бұл жүрісің не деп сұрайды ғой. Сонда жаңағы уәзірдің айтқаны ғой. Я қойшы дейді, мен енді осындай бір жағдайлармен хан сарайынан қашып бара жатырмын. Егер де алда жалда сен мені көрдің деп біреу көрдің ба деп сұрап жатса, көрмедім деп айтасың дейді ғой. Енді қойшыға не керек? Ой, уәзір дейді ғой, енді сондай бір қашатындай қандай сұрақ ол? Енді менің де қолым бос, таң атқанша сен де не істейсің, уақытымыз бар ғой. Сен маған сол сұрақты қой, мен саған жауап берейін дейді. Сонда жаңағы уәзір күледі ғой. Сен енді айдалада қой бағып жүрген кісісің. Енді хан сарайында неше түрлі зиялы қауымдар бар, білгіштер бар, солар білмеген жауапты сен қайдан білесің дейді. Сонда қойшы айтады, біреу білмегенді біреу біледі, біреу жылағанға біреу күледі. Бәрібір уақыт бар ғой, қоя бер сұрағын дейді. Сондағы бірінші сұрақ айтқаны жаңағы ханның қойған сұрағы, бұл өмірде шындық деген не деген ғой. Сөйтсе жаңағы қойшы уәзірге қарап күледі дейді, сен ақымақсың дейді, маған прикол ұстап тұрсың деген сияқты айтады. Сонда енді шындық бар жерде бұл өмірдің нағыз шындығы өлім ғой дейді, енді ақиқат. Одан асып қайда барасың, бүгін дүние сенікі болды, өлгеннен кейін сенікі емес біреудікі. Енді шындық болғаннан кейін шындықтың нағыз шындығы ол өлім ғой дейді. Сонда жаңа уәзір ойланып қалады, ойпырмын расында да қойшы қайдан біледі деген сияқты. Соны айтады, енді бірінші сұраққа жауап берді ғой, енді екіншісін қойын, оған мүмкін жауап беретін жарсың дейді. Екінші сұрақ өтірік деген не дейді ғой. Сонда қойшы айтады, сен расында да ақымақ екенсің дейді. Енді шындық өлім болып тұрған кезде өтірік деген өмір емес па дейді. Жалт еткен дүниенің бары, жарқырағанның барлығы, сынақ өмірде барлығы өмір емес па дейді. Сонда уәзір шынымен ойланып қалады ғой. Сен айдаладағы қойшы осындай жауаптарға жауап беріп алсың. Енді сен үшінші сұрақ міндетті түрде білесің, соны жауабын айтшы, мен хан сарайына барып, хан қаласы жауапты айтайын деп. Сонда қойшы айтады, жоқ, мен саған үшіншісін айтып берейін. Уәзір жалынады, жылқымды берейін, байлығымның жартысын берейін, қаласаң бәрін берейін дейді. Жоқ, тұрып алады қойшы. Жоқ, жауап бермеймін деп тұрып алады. Әбден жалынғаннан кейін қойшы айтады, онда мен жақсы мен сенің сұрағыңа жауап берейін, бірақ бір шартымды орындау дейді. Ол қандай шарт деген кезде менің үйдегі итіммен бірге тұрып, ит аяққа тамақ қоямын, итпен бірге жағалап сол тамақты жейсің дейді ғой. Сонда анау уәзір енді шошып кетеді. Қойшы дейді, мен енді алтын табақтан, алтын күмістен тамақ ішіп жүрген жерде мен ит аяқтан қалай тамақ жеймін дейді. Онда үшінші сұрақтың жауабын алмайсың дейді. Сонда не істейді уәзір? Амал жоқ, көнеді. Сонан қойшының үйіне келеді, итпенен бірге таласып қармасып жаңағы жуынды деп айтамыз ғой, соны жеп алады да, жеп болғаннан кейін енді кішкене намыстанып тұр, басқарып тұр, жиіркеніп тұр. Соны айтады, қойшы енді үшінші сұрақ қойсам бола ма деп ғой. Иә қой дейді, ең биік нәрсе не деген сұрақ еді. Сонда қойшы айтады, уәзір бері қара дейді. Сен осы үш сұрақтың жауабын алу үшін алдыға мақсат қойып шықтың дейді. Бір сұрақтың жауабын таптың, екіншісін таптың, үшіншісін таппай жатқан кезде сен кез келген қиындықта сол жауабын алу үшін, мақсатына жету үшін менің итіммен бірге сен тамақ жеуге болады. Сонда дүниедегі ең биіктік ол мақсат екен. Сол сияқты мақсаттарыңыз сіздердің де айқын болсын, жолдарыңыз қашанда ашық болсын. Ең басты мәселе біздің қазір қоғамда әртүрлі азғыну, басқа да бір шаруалар өте көп қой. Қазір әлеуметтік желілерде болып жатқан түрлі бір елді азғындататындай бір намысқа тиетіндей дүниелер болып жатыр. Енді расында да бүгінгі дебат шоуды көріп мен кәдімгідей көңілім тойып отыр. Әр қазақ менің жалғызым деп біз әрқайсымыз айта береміз, күнделікті үйреніп қалған сөз. Ал енді шынтуайтына келіп, байыбына келетін болсақ, расында да
әр қазақ менің жалғызым. Ол сіздерде де, ол менде де, ол бәрімізде сондай түсінік болу керек. Осы сөздің астарына біз үңілуіміз керек, осы сөздің қадір қасиетін жетуіміз керек. Әр қазақ менің жалғызым. Аман болыңыздар, жанұяларыңызға сәлем айтыңыздар.